Bir, iki, üç. Жүз отызға не бар. Фармакология жүгінсең болады. Сонда арқамнан деп болады. Опа! Ё-моё! Қиындай бастады. Бодибилдингті ішіп, тамақ ішіп, залға барып тремсеп, ұйықтап, ол болмайды. Даму керек жан-жақты. Че, бастайын ба? Достар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Елдос IFBB Pro, Мейс Физик. Бүгін мен жаттығымды осындай керемет таза ауада жасайтын болам. Бүгін жалпы дүйсенбі, менде дүйсенбі күні көбінесе арқа жаттығуларын жасаймын. Арқаға бұлшық етіне арналған залда жаттыған негізінде. Бірақ бүгін кішкене дем алтып өзімді арқа жаттығуларынан өзімді босатып залдан бүгін далада турникте жасаймын. Яғни бүгін турникте менде мақсат 10 реттен 15 подход, яғни 150 рет бүгін турникке тартылуым керек. Қазір көрейік, бастап жайлап арқаны қыздырып алып, осы турникке тартылу барысының аясында сосын сіздермен өзімнің қазіргі қандай пландарым бар, сіздерге кеңес беретін, тағы да бір жақсы пайдалы кеңестермен бөлісіп, бүгін жаттығымызды солай өткіземіз деп шештік. Давай, қазір қыздырып бастайық. Арқа бұлшық етін. Міндетті түрде далада жаттыққан кезде, әсіресе салқын күндері, бәріміз білеміз ғой енді. Арқаны жаттықтыру керек, денені қыздыру керек те. Бірақ көп балалар турникке тартылған кезде келеді да қыздырынбай, сразу турникке жабысып кетеді. Олай болмайды. Міндетті түрде осындай жеңіл-желпі жгуттармен, резинкалармен арқа бұлшық етін қыздырып алған дұрыс. Кем дегенде бір 5 минуттай қыздырып алсаңыз жетеді. Және солай жасайтын болсаңыз оңай тартыласыз. Жалпы Мейс Физиктерде барлықтарыңыз білесіздер ғой. Мейс Физикте арқа мықты болу керек. Арқа бұлшық еті жақсы болса, жарыстарда жақсы орындардан көрінуге болады. Арқаң жоқ па, онда жарыстарда ұту өте қиын. Қазір оны тағы да не үшін қалай бәрін айтам. Бірінші қыздырып алайық жақсылап. Арқаны жақсылап қыздырдым. Қазір енді резинка мына жаққа қоя тұрайық. Бірінші подход. Жақсылап қолды алшақ аламыз. Тартыламыз. Очки киіп алған себебім күн шағылса отыр. Камераға қарауын қайсысы сол үшін киіп алдым. Ойлап қалмаңыздар. Очки немене киіп алғанына деп. Былай подход арасында где-то 2 минуттан асырмаған жақсы демалысты. Өткен турник бәрі қатты силовой жаттығуға жатпайды ғой. Сондықтан 2 минуттан көп асырмай жасасақ арқа жақсы сезуге болады. Жалпы любой бастайтын, спортты бастайтын жігіттерге кеңесім, турник ол база ғой. Турникті кім көп жасайды, соның арқасы широкий болады. Турникті кім жасамайды, арқасы соған сәйкес болады да. Жалпы сондықтан кішкентай кезімізден бәріміз турникте асылып, сояқта тартылып үйрендік қой. Соның арқасында ма қазір спортқа келген кезде уже арқа бұлшық етін жаттықтыру оңайлыға соғады. Сосын тағы не етейін, брусья тоже жақсы. Брусья да өте керемет жаттығу. Кеуде бұлшық етіне, трицепске, иықтың алдына 3 бұлшық ет қозғалады. Сондықтан бастайтын жігіттерге жалға баруға мүмкіндік жоқ па, онда далада турник брусьямен де жоғарғы жақты, дененің жоғарғы өте керемет жаттық шығаруға болады. Так, екінші подход давай.
130 қалды небәрі. Алдағы жарыстар бойынша айтатын болсам, биыл менде 3 жарыс бар, жоспар бойынша. Соның біріншісі августтың 11-і Японияда, яғни Жапония елінде, Токиосында қаласында болады. Humanities физикадан өте мықты жарыс. Соған өзімді бағым сынап көргім келіп тұр енді. Одан кейінгі августтың 31-і ол уже Қытай елінде болады, Пекинде, астанасында. В общем, осы жылда бір 2 елді көріп қайтатын мүмкіндік бар. Соған жақсылап ұят болмайтындай форма жасау керек. Сосын үшіншісі ол енді Америка деп отырмын. Былтыр Америкаға бара алмай қалдым. Биыл міндетті түрде бару керек. Қазір үшінші батқа жасап жіберейін. Әдемі. Сол, в общем, қазіргі дайындықта салмақ таңертеңгісін 97-96 ойнап тұрады. 100-ге дейін жеткізуге тырысып жатырмын. Сол 100-ге дейін жеткізсем, жайлап уже таза бұлшықетке айналдырып, сушка жасап, уже форманы тачтетіп бастаймын. Сондықтан қазіргі кезде масса набор кезінде 3500-4000 калорияға дейін тамақ жеймін. Жалпы мен андай көп тамақ жейтін адамның қатарынан емеспін. Өзім бастаған кезде эктоморфпын ғой, 58 килограммнан бастадым. Сондықтан тамақ жеу өте қиын масса набор кезінде. Но тамақ жемесек, қанша форма салсаң да, қандай супер программамен дайындалсаң да, денең өспейді. Сондықтан ең бірінші айтайын дегенім бірінші тамақ. Тамақ дұрыс болса ғана, бағанағы тренировкың, ұйқың бәрі дұрыс болса, форма жақсы болса, сол кезде ғана жақсы форма болады. Так, 4-ші бат қот. Болды. Оңай кетіп отыр. Жалпы цель, яғни мақсат 300 тартылуға дейін апару. Бұйырса 1-2 айдың ішінде апарам деп ойлаймын. Сонда менде қараңыздар айтайын деген, апта сайын менде 10 турник қосылып отырады, 10 тартылу. Осы аптада мысалы 100 жасадым ба, келесі понедельникте мен уже 160 жасау керекпін. Каждый осы апта сайын 10-дан қосып отырам, сөйтіп 300-ге дейін апарам. Дайындық бойынша қазір менде тамағымда кем дегенде 800 грамм сиыр еті, сосын 1 килограмм күріш піскен кездегісі. Сосын 250 грамм піскен кездегі сұлы ботқасы, яғни овсянка. Қасында қосымша 50 граммнан, яғни 2 қасықтан ішем, бір ішкен кезде 2 қасықтан, яғни 50 грамм протеин бар, 2 рет ішем, сонда 100 грамм протеин болады, изолят протеині. Олардың бәрі оңай емес, сіңдірту, қарның ашпай тойып қаласың мысалы. Келесі тамақ жейім дегенше уақыт келіп қалады тамақ жейтін, бірақ әрі қарның тойып тұрады. Сондай кездерде міндетті түрде асқазанға көмектесетін, ас қорытатын ферменттерді қолданған дұрыс. Егер асқазаның мен сияқты слабый болса, әлсіз болса, кейбір жігіттер бар, ондайға қарамайды, мысалы тамақ жей береді, салмақ тез өседі. Менде наоборот қиын. Сондықтан бұрын крион ішіп жүретінбіз, панкреатин дегендер. Оказывается, оны қасымдағы дос балам ішін құрамын зерттеп, ішінде шошқаның ас қорыту ферменттері бар екен, шошқаның қосылған. Қазір содан кейін оны қойдық ішуді. Оның орнына бетаин деген бар, шөптен жасалған. Сосын тағы біреуі бар, атын ұмытып тұрмын. Оны бір келесі видеода айта салам. Сондықтан бетаиннен бастасаңыз болады, өте жақсы көмектеседі. iHerb-та заказ берсеңіздер болады, ол жақта Америкадан тікелей алуға болады. Белокты, яғни ақуызы жақсы сіңуіне көмектеседі. Және де клетчатка. Сөйтіп тамақты қорытып жатырмыз. Фармакология бойынша анық, енді мынандайды
айтпай қойын, өйткені жас балдар көреді ондайды. Пока менің оқырмандарым ішінде мен сияқты профессионалды түрде жаттығатын, жарысқа шығатын жігіттер жоқ қой. Көбісі кәсіпқой емес, любительдер да, әуесқойлар. Сондықтан фармакология ол сен қайда кәдімгідей жарысқа шығам, уже дене бітімің орналасқан кезде ғана, ары қарай өспей, натуралдық өзіңнің шегіңе жетіп алған кезде ғана фармакологияға жүгінсең болады. И то сен жай ғана адамдар оны қолданып керек жоқ. Егер де ақша табам, нанын табам, осы кәсіби спортты жалғастырам дейтін болсаң ғана қолдануға кеңес беремін. Ал кеттік 5-ші подход. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 болды. Енді баттар бойынша мен ішетін міндетті түрде витаминдер, яғни дәрумендер комплексі, соның ішінде бөлек витамин С-ны қолдану керек. Ол міндетті түрде. Витамин С білеміз, ол суда еритін витаминдер болып есептеледі. Оны күнделікті ішпесең, ол организмде жиналмайды. Сондықтан витаминдерден ішіне С витамині бар. Сосын не бар? Б витаминдер комплексі бар. Цинк бар, магний бар, енді ол минералдар. Тағы нешем? Железо, яғни темір. Потом омега-3 бар. Тағы нешетінен нак, наттокиназе, қанды сұйылтуға арналған жүректердің, біздің қан тамырлардың бәрін жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Глутатион печенді тазартып тұрады жақсы. Урсасан, жайылышты, өтті тазалайды. Олардың бәрі көп тамақ жеген кезде және де фарма қолданған кезде денсаулық жақсы болу үшін осыларды міндетті түрде қолдана керек. Тағы не айтсақ болады? Сосын 2 айда 1 рет мысалы тамырдан капельница алса болады. Ол жерде миланский коктейль деп аталатын өте керемет коктейль бар. Оны көп ешкім біле бермейді. Ішінде гептрал қосса болады, біреулер ішіне ремаксол, риамбирин қолданады. Но мен өзім риамбирин немесе ремаксол аламын. Соның қасына глутатион қосам, Б комплекс витамин қосуға болады. Гептралды да шамалы қосса болады араластырып. В общем, осындай өте керемет янтарная кислота дейді. Сосын тағы да милдронат жидкий. Соларды қосып, өзіме 2 айда 1 рет коктейль бағанадай капельница салам. Өте кереметті ощущение береді. Жаттығулардан тез восстановить етесің. Организм терің тазаранады, кожаң. Бағанадай көп тамақ жеген кезде, фарма қолданған кезде кейбір адамдарда безеу шығып атады денесіне. Вот соларды алдын алуға жақсы бағанағы капельницалар. Гормон роста бар. Гормон роста ол міндетті түрде. Соның ішінде Gentropin компаниясы, олар мені спонсорит етеді. Сол ең жақсы, осы қазіргі Қазақстандағы ең жақсы гормондардың бірі осы Gentropin. Так, 6-ші подход кетті. 60 болды. Вот арқа уже қанға тола бастады, кішкене тартылу қиындай бастады. Когда турникке тартылған кезде арқамен егер тартылатын болсаң, ол қиынырақ болады қолмен тартылғаннан қарағанда. Көп балдар қолмен тартылады ғой, содан кейін өтірік болып кетеді да, арқасы өспейді. Турникке тартылған кезде жақсылап техниканы дұрыстап, кеудеге қарай мына жерге келтіріп, мына жерге келтіріп, не обязательно. Ең бастысы арқаны сезген. Қолда емес, арқамен тартылу. Опа! Бисмилля. 7-ші подход. Қиындай бастады. Сосын тағы да бір айта кетейін. Көбісі Инстаграмда сұрақ қойып жатады. Gentropin қалай вообще деп. Gentropin гормоны өз басым Қазақстандағы нөмір 1-ші гормондардың бірі деп есептеймін. Өйткені ондай гормон жоқ.
лицензиясы бар, заводтан тікелей бізген Қазақстанға келетін барлық документі бар да. И қолдану заңды бір жақсы жері. Таза, 99, яғни 100% таза десе болады. Сондықтан өз басым гормон салатын жігіттерге тек джентропинді кеңес берем алуға. Және де мен өзім ол гормонда 5 единица қолданам. Бұлай масса набор кезінде, сушкада кезінде таңертең 3-5, и ұйықтар алдында 3-5, яғни 7-ге дейін максималды өсірем. Одан артық өсіріп кеше қаржет жоқ, даже сезбейсіңдер бәрі. 10 единицаға дейін көтеріп көрген кездерім болды, бірақ ешқандай бір айтатындай әсерін көрген жоқпын да. Сондықтан 5 өте идеальный дозировка деп ойлаймын. Егер денеңде травма болса, шынтағың ауыратын болса, тізең ауыратын болса, тез жазуға көмектеседі. И және де ауыр жаттығудан кейін восстановление жақсы болады. Сушка кезінде, диета кезінде өте майды тез кетіруге көмектеседі. Бұлшық етке кішкене қаттылық беріп тұрады да, өйткені бұлшық еттердің ортасында кішкене су ұстайды ғой. Сушка кезінде объем кішірек қалмайды. Күшің жақсы болады, ұйқың тез қанады. В общем, сондықтан анау гормондарды ала бермеңдер, жағдайларың келсе, желательно джентропин. Жағдайларың келсе әрине. Осылай. 8-ші подход, жігіттер. Опа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оңай емес. 80 повтор болды. Жақсы. 150-ге дейін самый раз болады. Көптен бері турникет артылмағаннан кейін қайтып қалыппын кәдімгідей. Байқалып тұр. Кішкене бицепс шаршап жатыр. Ничего, 1-2 айдан кейін 300 повторениені көрсететін боламын сіздерге. 9-ші подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90. 6 подходқа не бәрі. Арқа шаршады. 10-ші подход кішкене қиындау. Резинканы, мынау енді ең жеңіл резинка, бұдан түк пайда жоқ. Жарайды, қолданбай қойын пока что. Онды былай көрейін. Оппа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ё-май, 100-ге жеттік па, жетпедік па. Қазір міндетті түрде подход арасында растяжка жасаған жақсы. Бұлшық еттерді тартып. Өз басым осы растяжка жасаған кезде арқаға памп одан да жақсы болады да. Соны сезем. Қан жақсы барады. И келесі подход оңай жүретін сияқты маған сондай растяжка бергеннен кейін. 5 подход қалды. Так, 11 ма? Оп, бисмилля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Кішкене салқындай бастады. Денем қызуы кете бастады. Қазір деймді жалпы фитнес Қазақстанда жақсы дамып жатыр ғой. Бодибилдингте бұрынғыдағыдай емес. Бұрын ең басында біздер бастаған кезде даже жақсы протеиндер болған жоқ қой. Спортивное питание. Аптекадан какой-то бір ең жаман деген креатиндерді алып, беспонтовый протеиндерді ішіп бастаған месімде. Қазір оның астында шүкір дамып жатыр. Және жақсы спортсмен болсаң, сені қазір мысалы спонсировать ететін жағдайға жетті да. Өз басым айтатын болсам, қазір Invictus мысалы. Мені, Аиша бар,
Адарым бар. Үшеумізді мысалы спонсор етіп ақшалай көмек беріп, мысалы тек қана жақсылап форма жасаңдар, жарысқа шығыңдар, тренинг жасаңдар, тамақтардың ішінде режим ұстаңдар, басқа нәрсемен айналыспаңдар деп барлық жағдай жасап жатыр да. Сол сияқты айтайын деген, егер де қазірден бастап осындай кәсіби түрде бодибилдингпен шұғылданамын десеңіздер, міндетті түрде жақсылап режим ұстап, жарыстарға шығып, жақсы орындар алып, және де осымен қоса Инстаграмда, Ютубта да активный болу керек. Өйткені жай ғана спортсмен болып, жақсы спортсмен болып, спонсор табу оңай емес. Сенен бір пайда келу керек та. Яғни біздерді қалай, мені мысалы қалай спонсор етіп жатыр. Мен мысалы Инстаграм кезінде жақсы жүргіздім, көп адамдар таниды. Ютубтан да мысалы контент жасаймын, қазірден бастап мысалы жасап отырмын. Соның бәрін көріп, олар вот Қазақстанның бодибилдингіне бір какой-то бір көмегін тиіп жатыр. Сондықтан деп маған көмек беріп жатыр да. Сол сияқты осындай бір спонсорларды алу үшін де басында еңбектенуге тура келеді. Атта көбісі бар, тренер болып жүреді да, мысалы маған спонсор табуға бола ма деген сияқты сұрақтар қояды көбісі. Ешкім танымайды, мысалы сен новичоксың, оңай емес қой ондай кезде табу. Сондықтан еңбек ету керек. Кішкене болса да пайдаң тисе, адамдар сені көреді и саған жақындайды деген сияқты. Сондықтан тек қана бодибилдингті ішіп, тамақ ішіп, залға барып тренинг жасап, ұйықтап ол болмайды. Даму керек жан жақты. Ал 12 деп айдап жіберейік. Ё-моё, қиындай бастады кәдімгідей. Арға тырсық болды. 13. Опа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Жалпы новичоктарға да осылай тартылуға кеңес берем. Бірақ сіздер қабаттарыңызды өзгертсеңіздер болады. Бұлай оңай ғой, осылайынан. Мен сияқты 2 минут емес, 5 минутта демесаңыз болады. Бірақ 100 повторды қайталайтын болсаңыз, дальнейшем сіздің турликке тартылуыңыз ұлғаяды, күшейеді. Сондықтан көріңіздер, өте жақсы варианттардың бірі арқаны өсіруге. Айттым тағы да. Мен сияқты 2 минуттан демалып, широкий хват алуына жет жоқ. Жақыннан өзіңізге ыңғайлы қылып, 10 реттен немесе даже 5 реттен тартылсаңыз да болады. Бірақ демалып 100-ге дейін жеткізсеңіз өте керемет. Көріңіздер, 14-ші подход кішкене күші азайды. Техниканың дұрыс болғаны жақсы, мен үшін өтірік тартылмағаны жақсы. Сондықтан қазір кішкене жгут қолданамыз тізеге. Жалпы новичоктарға да кеңес берем, жаңадан бастап жүргендерге. Басында турликке тарта алмайсың ба, осындай резинкалар арқылы бастапқыда тартылуға болады. Егер вообще тартыла алмайтын болсаңыз, нөл болсаңыз, қалыңырақ қатты көмектесетін жгуттан бастайсыз. Жайлап сосын көбірек тартылап бастаған сайын күшіңіз енді келгенін байқайсыз ғой. Сол кезде осындай жеңіл қысқарта бересіз қалыңдығында. Сөйтіп артынан алып тастай салсаңыз да өзіңіз оңай тартып кетесіз. Кеттік ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Әдемі етті. Жалпы алдағы жарыста про турнирлерде орын алып, егер де бірінші орын алатын болсам, Алла қалап Мэнс физиктен Олимпияға жолдама болады. Жалпы біздің план, мақсат осы ғой. Любой кез келген бодибилдердің арманы ол Олимпияға бару, Америкаға. Сол жақта тұрып, мықты атлеттермен бірге тұрып қайтсаң да тарихта. Сондықтан барымыз салып, Қазақтан шыққан бірінші Мэнс физиктен бірінші атлет болды бұйырсын.
қолдап қойыңыздар. Мына осы видеоның астына өздеріңіздің ойларыңызда жүрген сұрақтар болса қойып отырыңыздар. Тілектеріңізді тілеп отырыңыздар бізде маған. Сіздер жазып отырсаңыздар, менде мотивация жақсы болады келесі видео түсіруге. Сондықтан мысалы басқа жаман неше түрлі YouTube'да видеороликтер просмотрлар мықты болып жатады ғой. Неге біздің қазақ тіліндегі бодибилдингтан кеңес беретін парақшалар сондай мықты просмотрлар жинамайды? Қолдаңыздар. Ал жігіттер, 150-ші тартылу болғанда жеттік. Кеттік ал соңға. О, әдемі кетті. Вот жігіттер, осымен жаттығуды аяқтайын. Күн батып кетті уже. Уақыт сырғып өтіп кетті. Арқа әдемі болды. Қайталаңыздар, көріңіздер, мен сияқты жасап. Аптасына бір рет 10-10-нан қосып отырсаңыздар болады. Так, не айтам басқа? Мана мен айтқандай, өздеріңізді қолдауларыңыз керек, жігіттер. Барынша лайк басып қойыңыздар. Достарыңызға тарап қойыңыздар. Аптасына бір рет осылай жақсы кеңесті, пайдалы видеолар салып отырам. Және де мықты өзіңіздің қазақтың жақсы деген спортшылармен, атлеттермен бірге тренировка түсіретін боламыз. Осы жылы осы YouTube'ты жақсылап қолға алмақшымын. Әрине сіздердің көмектеріңізбен, қолдауларыңызбен. Келесі кездескенше жігіттер, еліміз сау, деніміз сау болсын. Менің каналымда кездескенше.